Казах Тайм на Freedom FM. Сәлем достар, қайырлы кеш қазақ елі, қайырлы таң Нью-Йорк. Әдеттегідей бұл бағдарлама Казах Тайм Freedom FM-де 104.7. Ал достар, бүгін бізде жақсы көңіл күй, бірге болайық. Сені сүйем, маған ешкім ұнамайды. Сені сүйем, жаныңды ешкім тұра алмайды. Жүрек туралатындар көп деп алдайды. Сені сүйем, көңіл күйім түсті бүгін тағы да сағынтып жүр мені. Жүрегімнің шектері ойнап, осы күйің қандай түйін екенін шешу қиын. Сені сүйем, маған ешкім ұнамайды. Сені сүйем, жаныңды ешкім тұра алмайды. Жүрек туралатындар көп деп алдайды. Сені Это Казах Тайм на Freedom FM 104.7. Уважаемые друзья, рад поделиться прекрасной новостью. Генеральный партнер проекта Казах Тайм Альмурат Муратов, председатель Совета директоров корпорации управления бизнесом КУБ, номинирован в конкурсе 100 новых лиц Казахстана. Данный проект создан для того, чтобы рассказать историю людей, внесших свой вклад в развитие страны в различных сферах деятельности. Альмурат – один из достойнейших граждан и молодых предпринимателей, ровесник независимости Казахстана. Я горжусь нашим сотрудничеством и дружбой. Давайте поддержим Альмурата. Кеш қазақ елі, бұл Freedom FM радиосы 104.7 Казах Тайм бағдарламасы. Біз қазір Нью-Йорк қаласындамыз. Бүгін біздің қонағымызда Данияр Евлесинов, профессиональный боксер, олимпийский чемпион. Сонымен қазір сұхбаттасамыз кішігірім. Бұл қазір тек қана жарнама, өйткені біз келесі эфирге уже нақты шығатын боламыз. Толық қосып қонақ болып. Қазірше біздің кішігірім жарнама алайын отырмыз келесі эфирімізден. Қазір қосамыз. Сейчас, друзья, мы пытаемся настроить. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Данияр бауырым наконец-то қосылып, біз это кішігірім технический жағынан дұрыс істемей қалдық, қосылмай қалды. Қал қалай дәке? Аллаға шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Қалай біз естіліп тұр, бірақ Нью-Йорк қаласынан. Сен қай қаладасың қазір дәке? Мен Нұр-Сұлтандамын, Астанада. Машалла, брат. Біз осақ Нью-Йорк қаласынанбыз, брат. Бізде қазір енді кішігірім уже үзіліс болып кетті радио. Енді саған айтқандай бізді Казах Тайм бағдарламасын осы Нью-Йорк қаласында Freedom FM-де бастаған едік, қазақ радиомызды. Қазақ елімізді, Қазақстанды сен сияқты осы дамытып көрсетуге халыққа бар екен, осындай халық, осындай ел бар екен, күшті азаматтар бар сен сияқты. Радио ғой да? Бұл радио Freedom FM деп айтады. Соның ішінде біз осақ өзіміздің 1 сағаттық бағдарламамызды әр апта сайын 2 шығады, сол 2 сағат бағдарлама шығып тұрады. Біздің өз бағдарламамыз Казах Тайм деп айтады. Соған енді қазір біздің екеуміздің сұхбатымыз дәл кішігірім жарнама деп айтса болады, өйткені біз келесі уже дұрыстап дайындалып, өйткені бүгін таңертең сен тренировкада болып қалдың, мен болсам осы жерде эфирді дайындап өткізейін деп ниет болып жатыр. Енді студиямыз осы, дәке, бұл осы Нью-Йорк. Сен қашан, кстати, қандай жоспар сенде, дәке? Қашан Америка кетіп отыр? Құдай қаласа күтіп отырмын қазір. Әзірге менеджерлардан, промоутердан контракттың условияларын қандай болатынын соны күтіп отырмын. 3 жыл өтті ғой, апрельде бітеді. Жаңадан контракт кесім. Жаңа контракт. Олар айтқан берді деп, енді соның біздер өзіміздің жаңағы келісіп жатқан условияларын оларға жібердік, енді олардан күтіп отырмыз жауап. Жаңалықтар солардың мәселелерін бәрі шешілгеннен кейін болады. Керемет, Данияр, өйткені біз енді сен әрқашан сен бойланып күтіп отырмыз. Всегда за тебя қолдап жатамыз сені. Гордимся обязательно, дәке, сен жеңістерін әйтеуір постоянно. Ана кезде соңғы сен, соңғы емес, предыдущий бойында, Францияда өткен кезде соған барамай қалдық. Біз ниет болған бірге баруға. Францияда болды өткен, соңғы бой.
Монте-Карлода. Монте-Карлода, иә, Монте-Карлоға. Соған сені шақырып Одан біраз уақыт өтті одан болған. Соңғы үш қойдың бәрі Америкада болды ғой. Одан кейін еще тағы 3 қой Америкада өтеді. Өзім ақшта болып соған жете қойдым. Біздің пайде Монте-Карло баратын еді болған. Ол кезде как раз мен Хабиб Нурмагомедовпен сол жерде жұмыс істеп жатқанмын. Ол кезде сол уақытта Қазақстанда менеджер болып Хабибпен бірге ол кісіге сондай не айтқанбыз. Барайық, қолдайық деп сондай ойына енді мен ойлаймын міндетті түрде барамыз. Осы радиомызда жарнама қыламыз. Күштеп тұр. Бізде енді тек қана бір қазақ елі ғана емес, бізде енді бүкіл Америка тыңдап отыр деп айтуға смело болады. Өйткені біз бағдарламамыз әр апта сайын шығып жатыр. Әр қонақтарымыз сен сияқты керемет, прям күшті сондай қазақ елін мақтаныштар шығып отыр. Мысалы, ана кезде А-студияның мүшесі Байғали Серкебаев ағамыз шықты. А-студияның основатель, продюсер Иманбек болды. Қонағымызда Иманбек. Сол бауырым сен сияқты осылай қазақ жігіттері, қазақ бауырлар достойный жігіттер шығып солай. Енді біз, кстати, осы алдыңғы уақыт аптада неге баратырмыз қазақ елімізге? Бір жұмыс сапарымен. Қазір жаңа проект болып жатыр, Нұр-Сұлтанға баратырмын, иә. Қазір жақсы бір үлкен проект болып жатыр, «100 новых лиц Казахстана» деген. Может, естуің бар ма? 100 новых лиц Казахстана. Соған біздің бауырымыз, біздің генеральный партнер бар, Альмурат Муратов деген. Сол кісі соған қатысып тоже. И соған бізді ұсынып отыр. Соған әрі осы эфирде айтып отырмын, қолдап кет, қолдаңдар достар біздің әр қазағымызды. Рахмет. Сол. Так что дәке, рахмет. Онда біз енді былай жоспарлайық. Келесі біздің эфирімізді алдын ала реклама жарнама жасап, уақыты нақты белгілеп, біз енді бұл жерде радио эфир болғаннан кейін бізде енді бір нақты уақытымыз бар. Бізге беріп тұрған уақыты таңғы 10-да, Америка уақыты бойынша. Енді Аллах қаласа, келесі эфирді бізді заранее жазғызып, күштеп сұхбаттасып, өйткені бізді бұл жерде тек қана Инстаграм емес, машинада тыңдайтын мүмкіндік бар да. Осы американецтер адамдар машинада келатып, и біз екі тілде сөйлейтін боламыз. Аллах қаласа шығайық енді онда. Келесі эфирларыңыз қашан болады? Сол кезде міндетті түрде. Так что дәке, өте қуаныштымын сенімен осылай сұхбаттасыма, Данияр бауырым, рахмет сені қолдап эфирге шыққаныма. Әрқашанда біз дәке сенімен біргеміз. Поддержка береміз. Жазатқан фанаттарға, жанкүйерлерге рахмет. Я бір осы жауап жіберейік. Комментарийлерді көріп жатырмыз. Машалла, бәрі қолдап жатыр, дәке деп. Сәлем, ассалаумағалейкум, жолың болсын деп жақсылық нәрселер жазып жатыр. Я бәріне уалейкум. Канеломен шықпайсың ба? Канело басқа салмақта ғой. Да, қазір уже модным күтті салмақтар ауыстырып енді. Енді сенде өше жалпы бар ма, бір ат бар ма сенде? 4 салмақ жоғары ғой, 4 салмақ. Дәке, сенде өше бір ат бар ма? Сен біреудің бір какое-то имя, с кем ты хотел бы выйти дейді онда, эфир бойға бар, сондай бір цель. Әрине қазір жұлдызды боксшылар көп қой менің салмағымда. 147-дің өзінде ең енді жұлдызды Пакьяо бар, әлемге не қойған жоқ. Сонымен боксесу мысалға рингте бөлісу арман болушы еді былай қарасаң. Бәрінің арманы шығар ол. Қызық болушы. Оған дейін енді бірақ біраз еңбек етіп жету керек қой. Иншалла, сен жетесің. Қарсыластарды ұту керек. Кстати, брат, сен өзің тренерің әкең ғой, дұрыс па? Мен де дайынмын. Иә, өзім әкем бар. Керемет қой, қашан өзің әкең дейді. Қасында нақты қолдап тұрады, тренировать етіп тұрады, өзің советін беріп тұрады. Солай, брат. Мен комментарий тоже оқуға тырысып отырмын, бірақ өте көп комментарийлар үлгермей отырмын да. Иә, әрине ол бәрін жауап бере алмаймын. Жақсы жарайды, мен онда уақытымды ұстамаймын. Арға жалғастырып шығарсың. Иә, біз эфиріміз қазір уже 2 минуттан кейін эфирге қайтадан шығып отырмыз, бірақ сенімен. Алейкум ассалам, рахмет дәке. 66-700-де ойнайын, жақсы. Салам. Жақсы. Друзья, это программа Казах Тайм на Freedom FM 104.7, Нью-Йорк. Я часто летаю в Казахстан и выбираю только авиакомпанию Turkish Airlines, потому что это одна из лучших авиакомпаний, комфортабельная, безопасная и там вкусная еда на борту. Так что, друзья, я рекомендую летать в Turkish Airlines вместе с нами.